Нөмір 3 Озерный мектеп-интернаты өткен ғасырдың ортасынан, дәлірек айтсақ, 1962 жылы бой көтеріп, 1996 жылға дейін үздіксіз өзінің ағартушылық қызметін атқарып келген сол кездегі Балқаш өңіріндегі жалғыз қазақ мектебі болатын. Мектеп, жатақхана, асхана, шеберхана, дәлізі бар еңселі алып ғылым ордасында 100-ден астам ұстаздар мен тәрбиешілер 1 мен 11 сынып аралығында жылына 400-ге жуық оқушы оқып білім алды. Мектеп-интернатын әр жылдары басқарған басшылары Искаков Сыздық, Қағазбаев Қасымжан, Иманбеков Қоңыртай, Қалижанов Райхан, Жұманбаев Әміртай, Тілеужанов Дәрбек Тілеужанұлы басшылық жасап, жемісті еңбек етті. Оқу ісінің меңгерушілері Нұрмағамбетова Қатыш, Байымбетов Сайлау Оспанқұлұлы, Нұрашев Тілеуберген, Жортпасова Айтбала, Тұрсынбекова Ырысты Жақыпбек қызы, Қойбағарова Рыскүл Құсайын қызы болып, оқу сапасының өсуіне ықпал етті. Директордың тәрбие жөніндегі орынбасарлары Нұртайзин Махмұт, Байжұманов Ерғалым, Жортпасова Айтбала, Бейсенбекова Күләш, Аймұханова Зайда ұстаздар абыроймен еңбек етті. Мектептің жүрегі ұстаз демекші, әр жылдары еңбек еткен, білім мен тәрбие нәрін себе білген талантты бірегей ұстаздарымыз көп болды. Атап айтсақ, Тілеужанов Дәрбек Тілеужанұлы, Нұрпейісова Жанар, Тұмарбекова Серік болсын, Қазанғапова Қарлығаш, Жортпасова Айтбала, Бейсенбекова Күләш, Карипова Дәрідана, Алиева Төкен, Аралбаева Бәну, Мұхамеджанова Орынтай, Мұханова Бақытжан, Жұлдызбаева Батимаш, Халиева Нағима, Қойбағарова Рыскүл, Аймұханова Заида, Түлкібаева Заря, Әшімқұлова Арина, Өтеуова Роза, Жарова Илья, Бакишева Барша, Халиева Нәскен, Салықова Үміт, Мырзабекова Ермек, Махатова Тұрсынкүл, тағы басқа ұстаздар мен тәрбиешілер өз ісінің нағыз майталмандары, игілік жолында жемісті еңбек етті. Осыншама жылдар бойы мектеп-интернатында облыстың, ауданның түпкір-түпкірінен атап айтсақ, Ақтоғай, Айыртас, Шұбартау, Абай, Нарманбет, Гүлшат, Саяқ, Қоңырат, Шығыс Қоңырат, Ақшатау, Бектауата, Тасарал, Шет, Шаршыған, тағы басқа елді мекендердің балалары оқып, болашаққа жолдама алды. Ақтоғай ауданына қарасты елді мекендердің, оның ішінде көп отбасылы, жетім балалар, әкесіз немесе анасыз қалған шопандардың, ауыл еңбеккерлерінің балалары қабылданып, білім алды. Сонымен қатар, мектеп-интернат оқушылары туристік сапарлармен сырт елдерге, атап айтсақ, Мәскеу, Минск, Щучинск, Кисловодск, Железноводск, Домбай, Фрунзе, Бішкек, Ташкент, Ақмола, Алматы, тағы басқа қалаларына жолдама беріп отырды. Жалпы нөмір 3 Озерный мектеп-интернаты 35 жылдай оқу-ағарту саласында талай ұрпақты, тұтас бір дәуірдің ұрпақтарын оқытып, тәрбиелеп шығарды. Интернат түлектері кең байтақ еліміздің әр саласында еңбек етіп, бойындағы білімімен, өзінің еңбекқорлығымен, көркем мінезімен дараланып жүргені анық. Мыңдаған түлек Мәскеу, Санкт-Петербург, Омск, Бішкек, Ташкент, Алматы, Қарағанды жоғары оқу орындарын тәмамдап, еліміздің әр саласында жемісті еңбек етуде.